ардақта ағайын, білезігін жоғалтса да бірлігін жоғалтпаған қазақ елі армысыздар. Бүгін енді Аллаға шүкір тағылым мол Таразда ошағы сөніп, отыны сарқылып көрмеген Жексенбаевтар әулетінде нақтырек айтсам, Данияр әкеміз бен Айгүл анамыздың шаңырағына шаттық ұялап, үлкен бір дүбірлі тойдың дабылы қағылып, ақ түйенің қарны жалып жатқан күн. Неге десеңіздер, кеше ғана тұлымшағы желбіреп, қос бұрымын өріп, қуыршақпен ойнап жүрген дана қыздарыңыз бүгінде мінекей бір елдің бағын жандырам, отын жағам, түтінін түтетемін деп, аяулы ата-анасының ақ батасын алып, жылы ұясынан ұшқалып отыр. Ендеше дана қыздарыңыз барған жеріне балдай батып судай сіңсін, сол әулеттің түтінін түзу шығаратын ізгі келіні болсын деген жақсы тілегіміз бар. Айтылатын сөздерімді байыптадым, осындағы көпшілікке лайықтадым. Қол соғуға дайын болып отырайық, қасықпенен билканы қойып бәрің. Алталашқа сауын айтып жасап жатқан тойларың құтты болсын, ойықтарым.